Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздерге осындай открыточка шаблонның сборкасын көрсеткім келеді. Қазір сборкасын жасап көрсететін боламын. Сіздер осындай шаблонға носочки салып қойсаңыз болады. Сыртына өзіңіздің қалаған жазуыңызды жазасыз. Бір жас, 40-нан шығару, бесік той деп, тұсау кесер деп, өзіңіздің қалаған текстіңізді. Бұл шаблондар менің өзімнің веб-каналымда бар. Веб-каналы жайында толық ақпаратты комментарийдан немесе бесплатный телеграм-каналдан сол комментарийдің астына тастап кететін боламын. Және де менің инстаграмнан біле аласыз толық ақпаратты. Сол инстаграмда менде номер барлығы жазылып тұр. Сол арқылы маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Обязательно сізде телеграм-каналы болу керек ол үшін. Ал енді шаблонның сборкасына кірсек, міне мен шаблонымды шығарып алдым. А4 форматта фотобумага 200 граммдық. Менде мына жерде фотобумага двухсторонняя глянцевая. Көрдіңіз ба, глянцевая десе шаблоны жылтырап тұрады. Алдыңғы жағы да и артыңғы жағы да. Шығарған кезде қалай шығарамыз? Бірінші бастапқы бетін распечаткадан шығарасыз. Сосын парағыңызды аударып, келесі бетін распечаткаға шығарасыз. Ол жайында менде специальный видео бар. Қазір комментарийдің астында сол видеоны қалдырып кетем. Обязательно шығарып үйреніңіздер. Өйткені кейбірлері ауыстырғанда дұрыс ауыстырмайды да, и шаблондары неправильно болып шығады. Сол үшін обязательно дұрыс ауыстыра білу керек шаблоныңызды. Енді қазір астына қалың қағаз қойдым. Канцелярский ножбен, қайшымен кішкене қисық болып кетеді. Сол үшін канцелярский ножбен қиятын боламын. Міне. Қиып алдым уже шаблонымды. Енді қазір мына шетін қиямын. Міне. Бір А4 фотобумагада сізде 2 открыточка болады. Мына жерін қимаймын, мына жеріне мен беговканы жасаймын. Беговканы всегда мен сыртынан жасаймын. Міне қатты баспаймын, қатты бассам кесіліп кетеді. Бізге жай беговка жасау керек. Беговка не үшін? Өйткені сіздің шаблоныңыз дұрыс майысу үшін. Беговканы сыртынан жасаймын, жаңағы ішкі жағынан жасамаймын. Майыстырғанда уже ішкі жағы цветочный вариант болып тұрады. Енді осы жерін қиып аламын. Өйткені бір А4-да бізде 2 открыточка болады. Міне қиып алдым. Міне жаңа беговка жасадық қой, енді сол жерін майыстырамыз. Көрдіңіз ба? После беговки сіздің шаблоныңыз өте оңай майысады и все. Міне біздің уже бомбонеркамыз дайын. Енді осы жерге дыроколмен өткізсеңіз болады, немесе дыроколсыз да. Міне ішкі жағы цветочный вариант. Барлығы дұрыс, әдемі болып тұр. Енді шаблонымызды аламыз. Дыроколмен тесіп шығатын боламыз. Міне. Дыроколмен тессе де болады, теспесе де болады. Тессеңіз ленточканы обязательно өткіземіз. Қазір алда сізге барлығын көрсететін боламын. Енді бұндайдың ішіне 4 птичье молоко, немесе 2 птичье молоко, немесе 1 птичье молоко салсаңыз болады. Птичье молокоға обертка также біздің каналда бар обертка. Мысалы, жаңағы рамина, тұсау кесер, рамина, жаңағы бір жас деп жас қойсаңыз болады өзіңіз оберткаға. Или жай ғана осылай золотистым цвете қалдырсаңыз болады. Қазір мен сіздерге птичье молоконы қалай жабыстыру керек жайында көрсететін боламын, және де носочки жайында. Қазір бізге двухсторонний скотч алу керек. Осындай двухсторонний скотчтың бағасы 80 теңге. Шаблонға жабыстырдым. Енді қазір слойын, міне липкий слой қалды да, белыйын алып тастадым. И осылай жабыстыра саламыз. Ештеңке түспейді, сразу жабысып қалады. Енді ленточкамызды алып, былай байлай саласыз жай ғана. Все, енді біздің бомбонеркамыз дайын. Ал екінші бомбонеркамызға носочкиді жабыстырып көрсететін болам. Алдымен бізге горячий пистолет қажет болады. Горячий пистолеттің бағасы примерно 800 теңге тұрады. 800 теңгеден басталады, және де клейге примерно 20-25 теңге. Сол аралықта тұрады. Осындай клей. Пистолетіңіз размері кішкентай болса, клейді де кішкентай клей аласыз, маленький. Енді қазір көреміз. Міне біздің клейіміз уже қызды. Енді міне шаблонға клейді жақтым. Енді ленточкамызды соның үстіне басып жатырмын. Міне. Жабысып қалсын деп ленточкамыз. Жабыстырамыз ленточкамызды. Все, көрдіңіз ба, ештеңке түспейді. Біздің ленточкамыз уже жабысып қалды. Енді оның үстіне қазір носочкиді қоямыз. Міне носочкиді қойып жатырмын. Носочкиға клей жақпайсыз, ештеңке жақпайсыз. Тек қана ленточкаға клейді жағасыз, ленточканы жабыстырасыз. Сосын клейіңіз кепкеннен кейін носочкиді қойып
осылай бантик ретінде жай ғана байлай саласыз. Ештеңке түспейді, өйткені горячий клеймен жақсы жабыстырылған. Болды. Осы жерге сіз дыроколмен жаңағы айтқанда тессеңіз де болады, теспесеңіз де болады. Носочки салғанда теспесе де әдемі көрінеді екен. Міне біздің шаблонымыз толықтай дайын болды. Осы шаблондар туралы ақпаратты менің каналымнан біле аласыз. Инстаграмдағы фотолардың барлық шаблоны біздің Телеграм каналда бар. Қазір комментарийдің астында сіздерге толық ақпаратты тастап кететін болам. Ары қарай менің видеомды қараңыздар, өйткені көп обучающий контент